Ене, 7-ші бөлім. Сөйтіп кіші келінді Гүлзей құрбым айтқандай қырқынан шыққанша келінге келін болсан жағасын дегендей қалжалатып, күнде ет қайнатып сорпалатып күттім. Келінім де қырқынан шыққаннан кейін өз-өзіне келіп, үйдің бар шаруасын дөңгелетіп алып кетті. Бұл келінім қимылы ширақ, тірлігі де ылдым-жылдым тез еді. Мінезі де жетерлік, өздігінен ешкімге соқтықпайды, бірақ ұнамағанның жүзіне тіке қарап, иемденбей ойындағысын айта салатын. Бір күні әдеттегідей Гүлзей құрбым келді. Келінім баласын ұйықтатып жатқан соң, өзім шай жөндеп, әңгімелесіп отыр едік. Келін шығып, «Мама, мен душқа түсіп алайын, бала ұйықтап жатыр, оянса қарап қоясыз ғой», деп орамалын алып кетіп бара жатыр еді. Гүлзей, «Әй, келіншірақ, сен енеңді әбден келін қылып алдың ғой, ұялмай жұмсап қойып отыратын болыпсың», деп қажетсіз жерде мұрнын сұғып әңгіме айтып еді. Келін тоқтай қалып құрбыма қарап, «Өзге отбасының тірлігіне араласпай, жөніңізбен жүріңіз. Көрші деп үлкен басыңызды сыйлаймыз. Бірақ мамама жоқтан өзгені айтып, үстінен күліп, көңіліне қаяу түсірмеңіз. Мамам ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзі де біледі. Сіздің пасық ақылыңызға зәру емес. Бір үйге келіп, дәм түз татып отырып, араға от жаққанша өз отбасыңызға көңіл бөліңіз», деп төтесінен қойып қалды. Сөйтті де шығып кетті. Гүлзей аңқайып, не дерін білмей маған қарап қалды. Мен іштей келінімнің мына сөздеріне риза болдым. Менің айта алмай жүргенімді келін айтып, Гүлзейді өз орнына қоя білді. Соңғы кезде құрбыма ренжіп жүрген болатынмын. Үлкен келінді де осының ақылын тыңдап қанша рет ренжіттім. Сөйтіп құрбым ашуланып, сөйленіп, бір тоңқылдап алды да жөніне кетті. Арада біраз уақыт өткен соң алыстағы құдалар келді. Немерелеріне манеж, көрпе жастығын, киім-кешек, майда шүйдесін алып, артынып-тартынып келіпті. Туған туыс келіп жақсылап күтіп алдық. Кейін үлкен ұлым, құдаларды үйіме шақырамын, әрі қоныс тойымды жасаймын, деп туған туысты шақырып, үйінде күтті. Шалым алдын бірнеше рет барып келіп, немерелерін көріп тұратын. Мен осы жолы ұлымның шаңырағына бірінші рет бардым. Қаланың шет жағында, тауға жақын ауданда салынған үлкен үй екен. Келін екеуі үйлерін бітіріп алыпты. Заманауи жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бар жағдайларын жасап қойыпты. Үйдің ішінде ыстық су, суық су сарылдап тұр. Орталық жылу жүйесіне қосылған. Ішін жаңа жиһазбен техникаға толтырып қойыпты. Сырты жап-жасыл. Бақшасында ас-көктің бәрі бар. Балаларға үлкен бассейн құрып, жанына шатыр қойып қойыпты. Мен таң қалдым. Алдын шалым айтқанда мұншалықты емес шығар деп ойлап едім. Келін кен қонақ бөлмесіне молынан қылып, жақсылап дастархан жасапты. Мұның барлығына қалай үлгеріп жүр деп таңдандым. Ұлым мен келінім қонақтарды жақсы күтті. Келінім бар жөн жоралғысымен құдаларға ет асып, табақ таратты. Шынымды айтсам, мен қонақ күткенде осы табаққа мүшелеп, ет салуды кейінірек әрең үйренген болатынмын. Алдын үнемі қайнап келерім салып беріп жүретін. Кейін ерлер сыртқа шығып кеткен соң келіннің туыстары қоныс тойына әкелген сыйлықтарын шығарып, көрсетіп табыстай бастады. Сонда құдағиым, біз сыйлығымызды алдын ала әкеліп құрып қойдық, деді. Сөйтсем, ас үйіндегі жиһаз бен соңғы үлгідегі газ плитасын алып берген екен. Келіннің әкесі 7 ағайын деді. Солардың әрқайсысы бір зат әкеліп, ұлымның үйі толған екен. Бір апасы тұрып, жас отбасы аяққа тұрып кету үшін қолымыздан келгенінше қолдауымыз керек. Үлкендігімізді көрсетіп, қолдап, қолпаштап, ақылымызды айтып, жөн сілтей білсек, жастарымыз аяққа нық тұрып, берік отбасы болып, ары қарай алып кетеді. Күйеу бала молодец, өте пысық, кішіпейіл, ақылды жігіт. Осы шаңырақтары шаттыққа толып, өсіп өне берсін. Қызым, осы заттарынды игілігіне жарат, құтты болсын, деп келіннің бетінен сүйді. Мен балалардың бөлмесіне төсейтін кішігірім кілем алып барып едім, онымды көрсетуге ұялып қалдым. Мына апасының сөзінен кейін өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Балам бөлек шыққанда адам құсап еншісін де бермеппін. Тіпті бір кесе де бермеппін. Сол жерде өзімді бөтен адам секілді сезіндім. Ұлымның үйінде ештемеге араласып кете алмадым.
Қонақтарды келіннің туыстарының келіндері күтісіп, ыдыстарын жинасып, жуысып жүр. Кіші келін де солармен бірге әңгімесін айтып, абысынымен емен-жарқын сөйлесіп болысып жүр. Мен ештемеге араласа алмай отырдым да қойдым. Тек үлкен немере қызым ғана апалап жанымнан шықпай жүрді. Кейін үлкен келін тойбастарын қойып, құдаларға «Қуыс үйден құр шықпаңыздар» деп кигізетінін кигізді. Сонда қасымда отырған кіші келіннің анасы маған қарап: «Үлкен келініңіз жаста болса жарады. Рахмет сізге. Жақсы жол көрсетіп келесіз», деп мені қолпаштап қойды. Құдағидың бұл сөзіне іштей жерге кірердей болдым. Менің не істегенімді білсе, маған мұндай сөздер айтпас еді. Демек, кіші келінім анасына сөз тасымайды екен. Қайтарда үлкен келін: «Мама, сіздер қалмадыңыздар ма? Қонысып асықпай қайтар едіңіздер», деп ренжігелі алғаш рет жылы қабақ танытып сөйледі. Мен қапелімде не дерімді білмей: «Үйде мал бар, рахмет, кейін келерміз», деп көзіме келген жасты көрсеткім келмей тез-тез көлікке қарай кетіп қалдым. Сөйтіп үйге көңілім құлазып қайттым. Үйге келсек, кіші ұлым үлкен-үлкен 2 пакет, 1 табақ тамақ, үлкен бөтелкеде қымызы бар әкеліп столға қойып жатыр. «Мынаның барлығын жеңгем салып жіберді», дейді. Сөйтіп келінім көрегендігін, тәрбиелілігін көрсетті. Таспен атқанда аспен ат дегендей қылды. Кейін елімізге мына індет келгенде мен қатты ауырып қалдым. Сол кезде осы үлкен балам мен келінім жүгіріп жүріп, келіннің өзі істейтін ауруханаға жатқызып қаратты. Келінімнің әріптестері жақсы қарады. Сөйтіп, алдымен Алланың, кейінгісі осы келіннің арқасында көрер күнім бар екен. Аман қалдым. Сол кезде барлығының қадіріне жеттім. Тәубеме келдім. Қазір Аллаға шүкір, денсаулығым жақсы. Бала-шағам көз алдымда, аман есен. Шалым екеуміз 2 үйдің арасында жүреміз. Үлкен ұлдікіне барамыз, онда немерелерге қарасамыз. Келін 3-шісіне аяғы ауырып, декреттік демалысқа шыққалы, немерелер үйде. Үлкен келінмен қарым-қатынасымыз жақсы, өткенді ұмыттық. Кіші келініммен де жақсымыз. Ол маған келін емес, ене секілді. Барлық жерде сөзімді сөйлеп, қорғап, қолпаштап жүреді. Үлкен ұлым сол қоныс тойын жасағаннан кейін үлкен қайнапкем баяғыда марқұм енем бір жер телімін сатып әперген екен. Соны сатып ақшасын үлкен ұлға берді. «Қайнатаннан үй сатып алғанда алған ақшанды қайтар, біздің саған қосқанымыз болсын», деді. Қайнапкемнің мұнысына шалым риза болды. Қазіргі таңда осылай тұрып жатқан жайымыз бар. Жалғасы бар.